Жайлауымызға кеп тұр. Қытайдың азаматтары міне звондап нетіп отыр. Міне біздің тауларда осы міне Қытайды кіргізген міне саясаты міне. Чекпе керек емес демейіксіз да аулақ. Міне ар жағында Қытай тұрған. Сол жағдай. Біріншісі кеше түнгі сағат 12-1-ге таман келді ғой. Ну-ка. А что хотите здесь вы? Почему приехали? 你想要什么？你想要什么？ 目前为止，等他翻译回来再跟你们说吧。我现在也说不明白。 Сивенти Дегресс. Я тоже не понимаю, когда он переводит. Когда вы сюда? Почему вы сюда приехали? Я хотел бы узнать. 当你来这里的时候，我想知道你为什么来这里。 这等我们老板回来，他办完电话卡就回来，会给你解释的。 Когда наш босс вернется, он вернется ко второй строке и объяснит вам. Когда ваш босс приедет сюда? 当你老板来这里的时候， 他们下去办理电话卡了，一会儿再有1个小时就回来了。 Следующий эпизод пошел на телефонную карту и вернулся через час. А что хотите здесь искать? Мы вас не понимаем. 我想找这里，你不明白。 Сендер мынақта не іздейін деп келдіңдер? Неге келдіңдер мынақа? Түсінбедік қой сендерді. Не адамдарға айтпай түсіндірдің, не халыққа айтпай неттіңдер. Сол не үшін келдіңдер? Неге келдіңдер? Неге түнде келдіңдер? Күндіз нетпейсіңдер? Соны түсінбей жатырмыз біз. Жауап беріңдер, жауап. 9月，我没有钱，我没有钱，我没有钱，我没有钱，我没有钱，我没有钱。 Түсініксіз болып отыр. Тұрада олардың сөзін тыңдап, сол жерден қоятын сұрақтарыңызды бәрін қойып, ұсыныстарыңызды айтпайсыздар ма? Мына болмайды бұндай. Неге сонда? Басында неге өйстіп айтпадыңыздар? Біз даты қорқытамыз деп тұрмын. Кешелерде тұрсам, 2 джип кепті. Ішінде толған спецназ бағана. Маска өткен жоқ деп жатырмын. Дұрыс па? Ешкіммен болған жоқ. Бірақ 15 декабрь мен 25 январдың арасында өтіп кеткен. 15 январда өтіп кеткен. Мариям болды, өтіп кеткен уже. 17-сі күні 4 жерге объявление ілген ауылда. Акмиясының алдына, мәдениет үйінің алдына столбқа, мынау не бар ғой, кішкентай комплекстің алдында терезесіне Алешаның үйінің жанында неге ілген? Столбқа ілген, суретке түсірген 17-сі күні 8:30-да. 8:30-да суретке түсірген. Толықтай. Енді қалдырда осы қаз келген кезде қолына ұстатпайсыңдар ма? Хабарлама берілген. Осындай күн өтеді деп. Ауыл округінің өтіп бірақ сұрақ ауыл халқынан. Убери соттан. Ты не имеешь права. Осы общественный слушание туралы хабарыңыз бар ма? Сол компания. Ауылда объявление акиматтың дәл алдында ілініп тұрған. Декабрда өтіп кеткен. Протокол шығып қойған болса, сіз хабарда болмасаңыз, сіз мен халықпен біргемін ғой. Мен халықпен біргемін. Әрқашанда. Мен соттан келген жоқпын, біліп алыңыздар. Мен халықпен біргемін, қашанда болса. Бірақ
Tasıl demekten bak yani. Ölmeyeyim diyeyim kalmamda. Ölmeyeyim. Есігінде тұр. Oraya oldu mu kantorun yesiginde? Ағайын сәл сақтайық. Енді мына біздің ауылдың тағдыры шешілетін күн. Кезінде Жұмабек Ташенов ағамыз қылышынан қан тамған Сталиннен кейінгі Хрущевтің кезінде қазақтың 5 облысын Ресейдің құрамына беріп жүрген құтқарып қалған. Ол тарихты бәріміз білеміз. Енді біздің ата-бабамыз мына жерге қоныс теуіп, бәленбай жыл мына ұрпақ өсіріп, сол ұрпақтың біреуі менмін. Өзім таныстыра кетейін, Бекзат мырза. Мен Белғожаев Абдрахман Сейіткерімұлы, республикалық сөз өнеркәсібінің редакторы. Осы ауылдың тумасымын, Ақжол партиясының мүшесімін, Қазақстан журналистер одағының мүшесімін. Енді мен сол Алматыдан бүгін жұмыстың бәрін тастап, сіз сияқты әдейі келдім. Мінекей менің ауылым дүрлігіп жатқанда, мен Алматыда қалай тыныш ұйықтаймын? Бұл жерде мәселе, ол ана заводтағы шыққан мына заң аясында деп жатырмыз ғой. Келген заң мына халықпен санасу керек. Өйткені демократиямыз төмен. Біз деген қазір бұл ауылда демократияны көтеруіміз керек. Ал демократияны көтеруіміз тұрған шақта, қалай біз ауылдың 1 километр жерде жатқан жерден ақылыс жасаймыз, қалай оны зерттейміз? Өйткені міне мен де қарап келдім жолда келе жатқанда бүкіл информацияны. Ол жерден обязательно піл ұшады. Піл ұшқанда ол халыққа жетеді. Ол жерде барып жаңағы неше түрлі хронический жаңағы онкологический аурулар да тууы мүмкін деген сөз. Енді қараңыз. Мен мұны өзім шығарып тұрған жоқпын. Бұл Ресейдің ақпарат көздерінен алынған мәлімет. Алтын шығарудың тәртібі деген өзінің бір сайты бар. Соны оқысаңыз өзіңізде көресіз не деп жазып тұрғанын. Сол населениенің мына нені онкологияға ертең ұшырайтын болса, өзде әрең отырған күндерін көріп отырған халық ертең жаңа сіздің берген ақшаңызды, Қытайдың берген ақшасын, өкіметтің берген ақшасы бір тиынды құл қала ма? Қалмайды. Сол ақшаның бәрі ертең баламыз Абыралды жарылыс болды 49-дан бері мысалы. Енді сол Абыралдың халқының бәрі қазір Алматыдағы жаңағы ардагерлер санаторийінде жатыр мысалы. Мен шалдарында көріп жүрмін барып. Мысалы, ондай күнге жеткізген үшін Бекзат мырза, сіз де осы ауылдың тумасысыз, осы ауданның. Мен де осы ауданның тумасымын. Мен де халыққа жаным ашиды, сіздің де жаныңыз ашиды. Бірақ екеуміздің жанымыз ашса, біз осы, мен сізге бір мысал айтайын, кезінде Әлкей Марғұлан деген біздің ғұлама биологымыз болған. Сол кісі Союз кезінде мына хан тәңірі жақта алады да алтын кенін табады. Алтын кен тауып жаңағы жанындағы нөкерлері, ой, әдекеміз таптық алтын кенді. Ой, жүргайтын болды байымыз дегенде айтқан екен. Ауыздарынан шаршы болмаңдар деген екен. Бұл Совет одағы. Бүгін орыс қазып кетеді. Біздің келешек ұрпаққа да қалу керек. Бұл сол Қазақстан егемен болған кезде сол кезде ашамыз деген екен. Сондықтан бұл мәселемен жаңағы Әлкей Марғұланның мәселесінде мынандай байланыс бар. Біздің келесі ұрпақ келеді. Біз кетеміз. Бұл өмірде мәңгі ешкім қалмайды. Бірақ бұл жаңа қырғаудағы алтын кенін келесі ұрпаққа қалдырайық. Қазақстан уран өндіруден бірінші орын алады әлем бойынша. 139 тонна жылына өндіреді. Алтын өндіруден Қазақстан 6-шы орын алады. Мысалы, енді алтынның үстінде отырып, жаңағы Шерхан ағамыз айтқандай, алтынның үстінде отырып, тыр жалаңаш отырмыз деген әңгіме, мінекей осылай болады. Бізге ол алтынсыз да, ертең одан гөрі, ертең мына жерде біргейік халқым, ертең біргейікті, мына кішкентай қырқының бәрін көзін құртып, үлкен жаңа еспік ашып, мына жерге егі жаңағы алма ет себейік, басқасын себейік. Біздің апорттар кезінде, мынандай апорттар қайда қазірді? Менің екологиялық алма егі